Кенесары Қасымұлы, қазақ батыры, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-47 жылдар аралығындағы көтеріліс басшысы. Оның балалық шағы. Ордасын Көкшетауға тіккен Абылай ханның 30 жылы болған. Абылайдың қалмақ қонтайшысы Қалтан Сереннің қызынан дүниеге келген баласы Қасым Сұлтанның ұлы. Кенесары өзге бауырлары секілді көшпелі әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, ұшы-қайырсыз даланың қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленеді. Жеке басының ерлік қасиеттері, бірбеткейлігі, алға қойған мақсатына жету жолындағы қайсарлығы мен дүлей күш-жігері оның жетекшілік қабілетін айналасына ерте мойындатқан. Кенесарының ерлігін 1827 жылдан бастап Абылайдың ұрпақтары қазақ хандығын патшалық Ресейдің езгісінен босату жолындағы күресте белсенділік танытты. Кенесарының әкесі Қасым мен ағасы Саржан бастаған жорықтар орыс ауылдары мен керуендеріне шабуыл жасап тұрды. Қазақ ауылдарын отарлық бұғаудан босатты. Міне солардың жолын жалғастыруда Кенесары Қасымұлы да мемлекет тәуелсіздігінің өте маңызды іс екенін халық санасына құюда қыруар еңбек атқарды. Мемлекет мүддесін қорғаудағы жауды жеңіп тәуелсіздікке қол жеткізу үшін халықты бірлікпен басқаруда көп септігін тигізді. Кенесары Қасымұлы өз айналасына ең адал кеңесшілері мен батырлары, халық арасынан отарлық езгіге қарсы ең белсенді адамдарды топтастыра білді. Ең алғаш болып Кенесары Қасымұлы 1838 жылы Ақмола, Ақтау қамалдарына шабуыл жасаудан бастады. Көтерілісшілер қамалды өртеп жіберді. Кенесары соғыс ауқымын Торғай арқылы кіші жеріне қарай кеңейтті. 1841 жылы қыркүйекте Кенесары 300 өкілдері жиынында қазақ халқының ханы болып сайланады. Осы жылы Кенесарының әскері Қоқан хандығының иелігіндегі Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алады. 1843 жылы Ресей үкіметі Кенесарыға қарсы кең көлемді әскери жорық ұйымдастырады. Кенесарының әскері Ресей әскері мен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарын бірнеше рет ойсырата жеңді. Кенесары сұлтан ең алдымен көпестердің керуенін күзетіп келе жатқан Хорунжий Рытовтың әскерін тас-талқан етті. Кенесары әскері алғашқы ең көлемді әрекетін 1838 жыл 26 мамырда Ақмола бекінісін қоршап өртеуден бастады. Қамал бастығы әскери старшина Қарбышев пен Ақмола аумағының аға сұлтаны Қоңырқұлжа төнген жалдан құтылды. Кенесары енді Торғайға бет бұрды. Кенесары патша үкіметіне жазған хатында бұл әрекеттің Ресей шекараларына жақындатуға ұмтылу, сол арқылы келіссөздер жеңілдету деп түсіндірді. Шын мәнінде батырдың негізгі мақсаты 1836-38 жылдар аралығында Исатай Тайманұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісі болып өткен кіші жүзді жалпы халықтық көтеріліске қосу болатын. 1840 жылы Кенесары Ташкентке жорық жасау жайлы ойынан бас тартуға мәжбүр болады. Себебі сарбаздардың арасында жұқпалы ауру таралған болатын. 1844 жылы 21 шілдедегі түнгі шайқаста Кенесары әскері Ахмет әскерін тас-талқан етіп жеңеді. Ұрыс таласында патша үкіметін қолдаған 44 сұлтан ажал құшты. Ал Ахметке көмекке келген Дуниковскийдің Кенесары әскеріне жақындаудан қорыққандықтан еш нәрсе жасай алмады. 1845 жылы Кенесары әскері Мерке бекінісін басып алды. Дәл осы жылы патша бұйрығымен Кенесары ауылына Долгов пен Герн елшілігі келді. Қос тарап ешқандай келісімге келе алмады. Себебі патша үкіметі қазақтарға қисынсыз талаптар қойған болатын. Кенесары патшаның барлық талабын орындаудан бас тартты. Осыдан кейін орта жүзде шайқасу мүмкін болмады, сондықтан ол ұлы жүзге кетті. Содан қырғыздармен келіссөздерді бастайды. Бірақ қырғыздар Саурық батырды өлтіреді. Содан Кенесары жауап ретінде 1847 жылы 15 000 әскермен қырғыз жеріне басып кіреді. Онда қырғыздар тас-талқан етіп жеңеді. Бірақ Кенесарыны Рүстем мен Сыпатай сатып кетіп, Кенесарыны жер жастандырады.